Бүгінгі өтетін тақырыбымыз prepositions of place, яғни көмекші сөздер. Behind, in front of, between, next to, on көмекші сөздері. Бұл сөздерді жекелей қарастырып өтейік. Біріншісі behind, артында дегенді білдіреді екен. Мысалы, the church is behind these trees. Шіркеу талдардың артында орналасқан. Behind, артында. Екінші сөз in, ішінде. Ол белгілі бір шекаралардың ішінде орналасқанын көрсетеді, немесе үйдің ішінде, кітапхананың ішінде, осының ішінде деген кезде. I've lived in Berlin for 6 years. Мен Берлинде 6 жыл бойы тұрдым дейді. Берлиннің ішінде тұрды, ол яғни. Сондықтан in деген көмекші сөз қолданып тұр. Немесе екінші мысалды қарастыратын болсақ. She stared at her reflection in the mirror. Ол өзінің айнадағы бейнесіне ежірейіп қарап тұр дейді. Ол айнадағы, белгілі бір шекаралардың, белгілі бір нәрсенің ішінде. Сондықтан in деген көмекші сөз қолданып тұр. Үшіншісі, in front of, алдында. The car has stopped in front of the gate. Көлік қақпаның алдына келіп тоқтады. Келесі, between, арасында. Бұны ескере кету керек. Between деп екі заттың арасындағы бір нәрсені ғана айта аламыз. Үш заттың арасында, төрт заттың арасында болса, between деген сөзді қолданбаймыз. Мысалы, the ship goes between the two islands. Кеме екі аралдың арасынан өтіп бара жатыр. Келесі бесінші сөзіміз next to, жанында. I arranged that they should be seated next to each other. Мен олардың бірінің жанына отыратындарына келісіп қойдым дейді, жанына, next to. Алтыншы сөз on, үстінде, бір заттың бетінде немесе үстіне нұсқау дегенді білдіреді екен. Мысалы, I'm used to live on the first floor. Мен бірінші қабатта тұрғанға үйреніп қалыппын дейді. Келесі, мысалы, this exercise is on page 14. Бұл жаттығу 14-ші бетте. Беттің үстінде, кітаптың үстінде дегенді білдіреді. Сондықтан ол on дегенді қолданылады екен бұл жағдайда. Vocabulary, classroom objects. Осыны сөздікке жазып алсақ. Бірінші сөз bag, екінші board, келесі book, bookshelf, desk, dictionary, laptop, notebook, pen, pencil, pencil sharpener, rubber, and last one is ruler. Келесі тақырыбымыз this, that, those, this. Бұл сілтеу есімдіктер болып келеді екен. Сілтеу есімдіктері нұсқау және көрсету мағыналарын білдіретін есімдіктің түрі. This деген жақын жердегі затты атаса, зат деген that, алысырақ қашықтықтағы затты көрсетеді екен. Ал these, those дегендер ол this-тің көпше түрі, заттың көпше түрі those болып келеді екен. This, мынау, бұл дегенді білдіреді. These, мыналар, бұлар көпше түрі. That, анау, алыстағы нәрсені айтып тұр. Және those, аналар көпше түрі. Ана нәрсені көріп тұрсын ба дейді. Ана нәрселерді көріп тұрсын ба дейді. Қазақшаға келген кезде нәрсе деген, зат есімге лер деген жалғауы қосылады. Мысалы, қазір көп кесек. This is a big city. Мына қала өте үлкен, These are big cities. Мына қалалар өте үлкен. That is an old house where I have lived before. Мен бұрын ана ескі үйде тұрғанмын дейді. Алыстағы нәрсені көрсетіп тұр. Those geese are ours. Ана қаздар біздікі деп тұр.